Hello, boys and girls. How are you? I am fine. Thank you. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен жыл мезгілдеріндегі айларды қарап өтеміз. Қайталайық. Spring – көктем, summer – жаз, autumn – күз, winter – қыс. Енді балалар білесіздер, біз қазақшада осы әр мезгілде айлар бар, солай ғой? Енді ағылшын тілінде де дәл солар айларды қарастырайық сіздермен бірге. Ең бірінші көктем айлары. March – наурыз, March. April – сәуір, April. May – мамыр, May. Бұл үш ай көктем айлар екен, есімізде сақтап аламыз. March, April, May. Дәптерімізге жазып, көктем айлары деп қазақшасын жазып қоямыз. Енді summer – оны қандай мезгіл, суретіне қараңыздар. Әрине, жаз. Жазда қандай айлар бар екен? June, июнь, маусым. June, маусым. July, шілде, July. August, тамыз. Осы үш ай жаз айлар екен. Дәптерімізге жазып, қазақшасын жазып қойып, жаттаймыз. June, July, August. Ал жапырақтар сарғаяды, жел көп болады. Ол қандай маусым, мезгіл? Дұрыс. Күз, autumn. Енді күзде қандай айлар бар екен? Көріп шығайық. September, қыркүйек. September, біз мектепке баратын ай. October, қазан. October. November, қараша. November. Осы үш ай күз айлар екен. September, October, November. Балалар сырғанап ойнап жүр. Бұл қандай мезгіл? Әрине, winter, қыс. Winter, қыс. Енді қыста қандай айлар бар екенін көріп шығайық. December, желтоқсан. December. January, қаңтар. January. February, ақпан. February, ақпан. Балалар, осы айларды дәптерге жазып аламыз, және үйде қайталап жаттығамыз. Және мына сұрақтарға yes, no деген жауаптарды жазамыз. Бірінші сұрақтарды мұқият оқып аламыз. Are the trees green in autumn? Are деген бар ма? Trees ағаштар. Жасыл, green, жасыл білесіздер. In autumn, autumn'ды білесіздер. Енді аударамыз. Тағда, are the trees white in winter? White. Қандай түседі? Сіздер оны бірінші класста білесіздер. Winter. Қандай мезгіл еді? Өткен сабақтарды қайталаймыз. Trees, ағаш. Are the flowers? Flowers, гүл екенін білесіздер, е? Are the flowers in summer? Не деді? Summer. Are there дегенді бар ма деп аударамыз. Are the three seasons in a year? Year, мына жерде жыл деген сөз. Жыл. Қалғаны түсінікті. Өткен тақырыптарды қайталаймыз. Are the 5 months in autumn? Months, балалар, бізде айлар. Autumn'ның не екенін білесіздер.
азы бар ма? 5 ай autumn'da. Autumn немene бізде? Ойланамыз. Do we celebrate the new year in winter? Celebrate, мерекелеу, celebrate. A new year, жаңа жыл. Енді аударыңыздар celebrate. Do we celebrate the new year in winter? Winter не екенін білесіздер, жаттадыңыздар. 7. Is your big holiday in spring? Holiday, ол каникулдар. Big, үлкен, ұзын каникул, ең ұзақ каникул. Spring. Is your big holiday in spring? Сенің ұзын, ең көп каникулың Spring'да, көктемде ме? Осы сұрақтарды жақсылап түсініп, балалар жанына дәптерге жазамыз, және жанына yes немесе no деген жауапты жазып, маған жібереміз. Goodbye. Сау болыңыздар.